Армысыздар, эфирде басты тақырып, студияда Айбек Құрмет. Біз бүгін Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы сауда-саттықты жандандыру және ондағы мәселелер талқылайтын боламыз. Студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Қазақ Инвест ұлттық компаниясының инвестицияларды тарту және әрекеттегі инвесторларды қолдау департаментінің директоры Жандос Оразалиев және де Халықаралық экономика және саясат институтының сыртқы саясат бойынша сарапшысы Жұмабек Сарабеков. Қош келдіңіздер. Алғашқы сауал, енді бүгін ақпарат құралдарында айтылды, Астанада үлкен жиын өтті. Жалпы осы Қазақ-Корей іскерлік кеңесінің бүгінгі отырысында екі ел арасындағы тауар айналымды арттырудың қандай негізгі тетіктері қаралды? Осыдан бастасақ әңгімені. Рахмет. Ол тетіктер жөнінде айтардың алдында өзіміздің айтып өту керек. Әр елдің инвестиция тартымдылығы бірнеше факторлардан тұрады. Сол факторлардың ішінде сол елдің бизнес климатын дамыту. Бұл тартымдылықтың алғы шарттарының бірі ол кәсіпкерлердің жұмысын алға тартатын, оны заңмен бекітілген жеңілдіктердің болуы. Сол жеңілдіктерді ары қаратай дамыту жолында біздің мемлекеттік органдар және Қазақ Инвест ұлттық акционерлік қоғамы жұмыла жұмыс жасауда. Енді бүгінгі бағдарламаға байланысты енді айтатын болсақ, ең бастысы ол жаңағы Оңтүстік Корея мемлекетінен келген қонақтармен, олармен сұхбат, олардың бүгінгі таңдағы мұң-мұқтаждары, Қазақстанда өздерінің жұмысын ары қаратай жалғастыру, ары қаратай реинвест деп айтамыз, я болмаса өздерінің құйылған қаражаттарын қалай ары қаратай дамытып, жұмысын қалай алға бастыру жолында осы форум өтті. Форумның жұмысы дұрыс деп бағалануда. Өйткені өздеріңіз білетіндей, бүгінгі таңда Корей мемлекетінен келіп түскен инвестициялардың көлемі еліміздің егемендік алғалы бері ол 9 миллиард теңгеден асып түседі. Аз ба, көп па? Ол енді басқа елдермен салыстырғанда көп деп те айта алмаймыз. Бірақ олардың көлемі біздің ең басты бағыттарымызда жұмыс істейді. Олар машина жасау, ауыл шаруашылығы, тамақ бұйымдары болсын, сол бағыттарда жұмыс істейді. Ары қаратай алып қарайтын болсақ, мысалы, жаһандық бәсекеге дайын болу үшін елімізге не керек? Сол мәселелерді қарастырдық. Ол мәселелердің ішінде, мысалы, алып қарайтын болсақ, ақпараттық технологияларды дамыту, бәсекеге дайын өзіміздің ұлтымыздың мамандарды дайындау, я болмаса бәсекеге дайын өзіміздегі өнімдерді шығару, сол ең басты мақсат болып табылады. Түсінікті. Қарап отырсақ, енді басқа елдермен салыстырсақ, жаңа ғана айтып өттік, мынау тартылған инвестиция жалпы екі арадағы сауда-саттық енді аса көп емес. Бірақ бұл жерде бірқатар сарапшылар айтады, жалпы осы сол елдегі соңғы саяси оқиғалар, осылар бір жағында бір ықпал етті дейді. Сіздің ойыңызша негізгі осы сауда-саттыққа ықпал етуші факторлар қандай, және де ол саяси жаңағы ахуал бола ала ма? Ең алдымен сауда-саттықтың соңғы жылдарда төмендеп кеткенін айту керек. Мысалға, 2016 жылдың қорытындысы бойынша екі жақты тауар айналым 670 миллион долларды құраған. Мысалы, 2014 жылы сауда-саттық 2 миллиард долларға жеткен. Яғни 2014 жылмен салыстырсақ, ол 3 еседен артық төмендеп кеткен. Неліктен төмендеді деген сұрақ туындайды. Бұл жерде ең басты себеп, ол саяси факторлар емес, ең басты себеп ол мұнай бағасының төмендеуі. Мұнай бағасының және металл өнімдерінің төмендеуі себебі Қазақстанның, мысалға, Кореяға экспорттайтын тауарларының көп бөлігі осы шикізатпен байланысты. Екіншіден ол осы девальвация. Мысалға, бұрын тауар айналымының сұраныстың деңгейі, оның барлығы
осы дағдарыстың әсерінен төмендеп отыр. Әрине осы Корея мемлекетінде қазір орын алып жатқан саяси дағдарыс ол да бір өзіндік әсерін тигізген болар. Дегенмен мен бұл ретте тек қана тікелей емес жанама дейсіз ғой. Ең басты себептер ол экономикалық сипатта. Түсінікті. Ал іскерлік байланысты нығайтудың қазіргі жоспары қандай негізі? Бүгін сол туралы айтқан шығарсыздар. Қазіргі жоспары, егер алып қарайтын болсақ, елімізде жасалып жатқан мәселелер өте көп. Мәселелер болғанда олар проблематикалық мәселелер дейміз, олар жүйелі түрде шешілуде. Алдымызға қойылған мақсаттардың бірі ол қазір Қазақ Инвест ұлттық акционерлік қоғамы ол бір терезе деп орысша одно окно деп айтады. Сол бір жерге, бір мекемеге келіп, инвесторлар өздерінің құжаттарын тапсырып, ол құжаттарды біздің мақсатымыз инвесторлардың барлық жағдайын жасап беру. Инвесторларға бірінші күннен проектісінің басталғаннан оның арғартай жаңа инвестицияға келтіру ол біздің мақсатымыз. Сол себептен біз құжаттарын қабылдап, керекті мекемелермен келісімдерін, құжаттарын келтіріп, арғартай инвесторды қолдау мәселесінде жұмыс жүргіземіз. Сол жұмысты бір дәлізге салу үшін қазіргі таңда Қазақ Инвесттің Қазақстандағы бүткіл облыстарда, 16 облысымызда және де 2 Алматы мен Астана қалаларында Қазақ Инвесттің региональный директор дейміз ғой, өзінің аймақтық директорлар өкілдері жұмыс істейді. Сол өкілдері тіке инвесторлардың күнделікті мұң-мұқтажымен олардың керекті мәселелерін орталыққа жеткізіп, я болмаса сол жердегі әкімшіліктермен жұмыс жүргізу олардың ең бірінші мақсаты жұмысы. Және де Қазақ Инвест өзінің сыртқы елдегі қарым-қатынастарын арғартай нығайта түсіп, басқа елдермен қарым-қатынас жасау, сол елдердегі инвесторларды бізге тарту. Мысалы, өзіңіз білетіндей, қазіргі таңда инвесторларды тарту үшін Қазақстан ғана емес, басқа да елдер өздерінің барлық жағдайларын жасап, оларға өздерінің мүмкіншіліктерін көрсетуде. Сол себептен біз бәр күшімізді салып, сырттағы инвесторларға қазақстандық мүмкіншіліктерін, өзгерістерін көрсетудеміз. Сол жұмыста біз елшілікпен, сыртқы істер министрлігімен тығыз байланыс жұмыс жасаймыз. Жалпы жаңа сіз бір мәселе бар деп айтып қалдыңыз, шешілуі тиіс, олар қарастырылып жатыр. Қандай мәселелер айтуға бола ма? Әртүрлі мәселелер болады. Мысалы, мәселен, инвесторлар бізге келгенде, оларда өздерінің экономикалық мәселелер болады. Я болмаса, экономикалық мәселелер дегеніміз олар арғартай өздерінің өндірістерін дамыту үшін оларға басқа қаржы құралдар керек. Біз сол қаржы құралдар жөнінде консультация береміз. Я болмаса, басқа мекемелермен қарым-қатынас жасау үшін оларға барлық жағдайларын жасап береміз. Ол бір. Екіншіден, олардың жүргізіліп жатқан мекемелерінде, тұрғылықты жерінде өздеріне инфраструктуралық мәселелер болады. Ол мәселелерді шешу үшін біздің аймақтық директорлардың жұмысы өте жоғары. Түсінікті. Сіздің алып қосарыңыз? Жаңа әріптесім айтып кеткендей, Кореяның Қазақстанға құйған инвестициялар 9 миллиардтың шамасында. Және әрине, ол Қазақстанға құйылған басқа мемлекеттермен салыстырғанда көп емес болар. Бірақ дегенмен де аймақтық деңгейде мысалға Қазақстан, Корея инвестициялар ең көп құйылатын елдердің бірі. Мысалы, Өзбекстан, немесе Түркменстанмен салыстырғанда Қазақстанға ең көп инвестиция құйылады. Және жаңа айтып жатыр, инвестиция тартуға кедергі жасайтын
факторлар бар. Сонымен бірге инвестиция тартуға оң ықпалын тигізетін факторлар. Оның ең ірі факторлардың бірі ол Қазақстанда Корея диаспорасы. Мысалы, бүгінгі таңда Қазақстанға 100 мыңға жуық этникалық кәрістер тұрады, және олар өз кезегінде осы өз отанымен, кіші отанымен бизнес байланыстарды орнатып, осы екі ел арасындағы экономикалық әріптестікті әрі қарай дамытуға өзі үлесін қосып жатыр. Сондықтан меніңше ол да бір жағымды фактор деп ойлаймын. Әрине, ол әріптесімнің сөзіне қосылып айтатыным, бүгінгі форумда осы талқыланды. Қазақстандағы кәріс диаспорасының бүгінгі жиналысында басқа елдегі осы Ресей, Белоруссия, Украинадағы кәріс диаспорасы бірігіп өздерінің бизнес форумын құрды. Сол бизнес форумда өздерінің мәселелерін талқылау, я болмаса бір-біріне көмек көрсету жағында, я болмаса арғартай өздерінің бизнесін жалғастыру жолдарын талқылау үстінде. Осы тұста тағы бір мәселе бар. Негізінде біз өзімізге инвесторлар тартып жатырмыз. Корейлік компаниялардың жаңа кәсіпкерлерді тартып жатырмыз. Енді біздің жақтан да Кореяға шыққысы келетін, сол нарыққа шыққысы келетін кәсіпкерлер бар ғой. Мысалы, осы жерде бір қазіргі бұл болып жатқан жағдай бір кедергі сияқты. Мынау нақтылап айтатын болсам, мысалы, көптеген жұмыс күші Корея жаққа ағылып, о жақтан жаңағы көптеген қазақстандық азамат депортация жасалынды бер жаққа. Заңсыз еңбек мигрант. Заңсыз еңбек мигрант. Осы мәселе қазір бір ушығып тұрған сияқты. Мысалы, жуырда ғана арнамызға мысалы бір азамат хабарласты, ол кәдімгі мынау турист ретінде барған. Ол жақпен танысу ретінде. Бірақ жаңағы сол жақтан қайтарылған қазақтармен бірге ол да әуежайдан Астанаға қайтып келуге мәжбүр болған. Яғни қарасаңыз, бір кәсіпкер баруы мүмкін танысу мақсатында, бірақ жаңағындай келеңсіз жағдайға ұрынып, енді орта жолдан қайтып келеді. Енді осы мәселелерді қалай шешуге болады сіздің ойыңызша? Бұл жерде айтып кететін бір нәрсе, 2014 жылы Қазақстан мен Корея арасында визасыз режим орнату туралы келісімге қол қойылған болатын. Және осы келісімге сәйкес әрбір қазақстандық азамат Кореяда 30 күн ешқандай визасыз 30 күн бола алады. Бірақ бұл келісімнің аясында жұмыс істеуге рұқсат берілмейді. Бұл келісімнің аясында ол туристік мақсаттарда және белгілі бір іскерлік мақсаттарда, мысалы бір бизнес кездесулер, сол мақсатта саяхаттауға болады. Дегенмен де біздің кейбір азаматтар бұл келісімді бұзып, мысалға туристік мақсатпен бардым дейді, бірақ шын мәнінде ол жұмыс істеп сол жақта қалып қояды. Яғни 30 күннен асып бірнеше айға қалып қояды. Яғни ол шын мәнінде ол келісімді бұзып отыр. Және мысалға статистикалық ақпараттарға сүйенсек, 2014 жылға дейін қазақстандық заңсыз еңбек мигранттарының саны 300-ге жуықтаса, бүгінгі таңда 6 мыңға жуық заңсыз мигрант, Кореяда қазақстандық заңсыз мигрант бар деген ақпарат бар. Әрине, осының кесірінен, мысалға, бүгінгі таңда Корея тарапы мүлдем бұл келісімді бас тарту туралы сұрақ көтеріп отыр. Мүмкін бас тарту керек шығар деген. Сондықтан жаңағы зардап шегуші азамат, әрине ол осы біздің кейбір азаматтарымыздың кесірінен зардап шегіп отыр. Сондықтан жалпы қалай бұл мәселенің қалай алдын алу керек деген сұраққа жауап берсек, ең бастысы бұл жерде осы Кореядағы орналасқан Қазақстанның консулдығы мен елшілігімен тікелей байланыста болу керек. Яғни біздің елшілік ол жақта өте белсенді жұмыс істейді, себебі соңғы кезде осындай заң бұзу фактілері көбейіп кетті. Түсінікті. Енді бірлескен компанияларға тоқталсақ, жалпы қазіргі кезде осы корейлік қанша компания Қазақстанда бар, оның ішіндегі бір жақсы технологиялардың қайсысын атап өтуге болады, және де алдағы жоспардағы бір жобалар бар ма? Әрине, айтылып өткендей, елімізде жұмыс жасап, арғартай өздерінің бағдарламасы бойынша проект жүргізем деген Корей компанияларының саны көп. Бірақ соның арасында мыңнан тұлпар жүзден жүйрік дейміз ғой. Сол
компаниялардың ішінде атап өтетіндей ол Лотте компаниясы, олар Рахат акционерлік қоғамымен бірігіп отырып, ары қаратай шығарылған өнімдерін дамытып, мына Шымкентте, Алматыдағы өздерінің жұмыстарын көрсетіп отыр. Бүгінгі таңда олар оның үстіне Лотте компаниясы Корей технологиясын енгізіп жаңа өнім шығарып отыр. Оның сыртынан айтып өтетін болсақ, Корес деген Корей компаниясы, олар Казгеологиямен бірігіп өздерінің жобасын жүргізу жөнінде және де өздерінің технологияларын енгізіп алға тарту жөнінде жұмыстарын жүргізіп отыр. Бұл осы екі компанияны атап өтуіміз керек. Жаңада өзіңіз айтып өттіңіз ғой, Корей диаспорасының жұмысына байланысты. Алюр компаниясы бар. Олардың шығарылып отырған өнімі тек қана Қазақстанды қамтып отқан жоқ, олар экспортқа шығарып отыр. Ол енді өте қуантатын жағдай. Ең бірінші мақсатымыз біздің инвесторларды Қазақстан нарығына тартқанда, оларға біз тек қана Қазақстан нарығы емес, жан-жағындағы мемлекеттердің басқа елдерге де шығу мүмкіндігі дейсіз ғой. мүмкіншілігін айтамыз. Айтып өтетін болсақ, мына жерде Ресей нарығы, арғы жағымызда Қытай нарығы бар. Сол нарықтарды неге пайдаланбасқа? Оны пайдалана отырып, тағы бір қазақ сөз бар ғой, атың барда желіп жүріп жер таны деп. Сол сияқты олар енді сен тұр, мен атаймын дейді ғой. Солардың арасындағы трансұлттық компаниялардың елімізге келгені өте қуанышты. Сол себептен Қазақ Инвест ұлттық компаниясы барлық жағдайларын жасап береді. Жағдайларын жасағанда оларға бүткіл көмегін көрсетеді. Және де мына өзіміздің министрлік инвестициялар тарту және даму министрлігінің қолдауымен мына келісім шарттарға қол қойылып жатыр. Инвестициялар жөнінде келісім шарттар және де басқа да заңға өзгерістер енгізіліп жатыр. Бұл жағдайлардың барлығы инвесторлардың Қазақстанға келуі, оның түп тамыры қазақстандық азаматтарға жұмыс және де Қазақстаннан шыққан өнімдерді сырт елге шығару болып табылады. Түсінікті. Сіздің ойыңызша, осы екі елдің ынтымақтастығының алдағы перспективалары қандай? Әрине, алдағы перспективалары үлкен деген мақсат, үлкейту, нығайту деген мақсат қою керек, және осы мақсатқа қалай жетеміз. Мысалы, бұл жерде мен бірнеше факторды айтатын едім. Ең бірінші ол әрине қазіргі Кәріс түбегінде болып жатқан Солтүстік Корея проблемасы. Бүгінгі таңда осы 2017 жылдың ішінде Солтүстік Корея 11-ге жуық баллистикалық зымыранның сынағын жүргізді. Яғни ол континентаралық зымырандар. Қарапайым тілмен айтқанда, бүгінгі таңда Кәріс түбегіндегі ядролық қаруды қолдану мәселесі ушығып отыр. Себебі Солтүстік Кореялық режим бүгінгі таңда эскалацияға барып отыр. Және қауіпсіздік мәселесі ол әрине Оңтүстік Кореяның экономикалық әлеуетіне міндетті түрде әсер етеді. Яғни осы экономикалық көрсеткіштерді ары қарай басқасына әсер етеді дейсіз ғой, иә? Ол әрине өз кезегінде Қазақстан мен Корея аралығындағы қарым-қатынастарға әсер етуі мүмкін. Екіншіден, ол Қазақстанда қазір орын алып жатқан экономикалық реформалар. Экономикалық модернизация, 100 қадам деген бағдарламалар жиынтығы бар. Және осы бағдарламалар шеңберінде жүзеге асырылып отырған экономикалық либерализация, мысалы жекешелендіру немесе заңның күшін нығайту. Меніңше ол жалпы Қазақстанның осы инвестициялық нарығына оң әсер етеді. Яғни әрі қарай кәріс инвесторларымыз Қазақстанға тартуға мүмкіндік болады дейсіз ғой. Оң ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Және өкінішке орай біздің уақытымыз аяқталып қалыпты. Бұл тақырып өте өзекті және де қызықты деп айтсақ болады. Алдағы хабарымызда да оралатын боламыз. Студиямызға келгендеріңізге алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, біз бүгін Қазақстан мен Оңтүстік Корея арасындағы экономикалық байланыстардың кем-кетігін талқыладық. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар.